Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз мінекей осындай әдемі өрнек тоқитын боламыз. Мінекей қараңыздаршы. Мына оң беті осындай, теріс беті мінекей мынандай. Мінекей. Бұл өрнек өзі бар болғаны 8 қатардан тұрады және 2 көзден. Мінекей. Бар болған осы. Ал кеттік. Енді осыны тоқып көрейік. Мен мына жерде 12 көз алдым. Және де мінекей қараңыздар. Мына жіптерді 12 көз іліп алғаннан кейін әрине біз бірден теріс жағына қарай шығамыз, иә. Сол кезде сол теріс жағынан бастағаннан кейін мінекей мына жерде мен 5 қатар тоқыдым. Мінекей. Бұл өрнектің бастапқы қатары болып есептелінеді. Мінекей. Ал кеттік ал. Және де өздеріңіз көріп тұрғандай 2 теріс 2 оң, 2 теріс 2 оң қылып осылайынан тоқып шықты мінекей. 5 қатарын. Ал кеттік ал бисмиллахир-рахманир-рахим. Өрнегіміздің енді бірінші қатары. 2 теріс. Мінекей енді мына жерде мына оң көздің мына сол жағында мына жерде теріс көздер бар, иә. Мынау теріс көз. Осының 4 қатар төмен, қазір санаймыз, мінекей 1, 2, 3, 4. Мінекей. Осы 4-ші қатарға келген кезде біз қазір мына ұзын жіпті тартып аламыз. Мінекей енді алғашқы кезде осындай шамалы қиындау болады. Болмаса крючок пайдалансаңыздар да болады, осымен тартып алатын мінекей. Сосын сәл ұзындау қыламыз. Әйтпесе мына өзінің қатарына дейін келмесе мынау бүрісіп қалады. Мінекей жібеліп алдық. Енді әрі қарай жалғастырамыз. 2 оң, 2 теріс. Біз тағы да мінекей мына оң көздің сол жағында теріс көзден мінекей 1, 2, 3, 4, 4-ші қатар төменнен біз қазір мына ұзын жіпті тартып аламыз мінекей. Шамалы ұзындау қыламыз. Сөйтеміз де 2 оң, 2 теріс. Мінекей 2 теріс тоқыдық. Осымен өрнегіміздің бірінші қатары аяқталды. Мінекей. Екінші қатар. 2 оң, 2 теріс. Мынау жаңағы біздің ұзын көз болады, тартып алған. Бұны біз тоқымай оң білдекешке ауыстырып жібереміз. 2 оң, 2 теріс. Мына ұзын көзді біз қазір тоқымай оң білдекешке ауыстырып жібереміз. Соңғысы 2 оң, осымен өрнегіміздің екінші қатары аяқталды. Енді үшінші қатар. 2 теріс. Мінекей мынау ұзын жаңа көз болатын, иә. Бұны біз қазір бері қарай қаратамыз да, мынау сонымен арт жағындағы мына оң көзбен екеуін бірге оңға тоқып жібереміз. Келесі 1 оң. Енді 2 теріс тоқимыз. Мынау келесі көзде мінекей мынау ұзын жіпті, ұзын көзді біз бері қарай қаратып, арт жағындағы оң көзбен екеуін бірге оңға тоқимыз. Және де келесі 1 оң. Соңғысы 2 теріс. Осымен өрнегіміздің 3-ші қатары аяқталды. 4-ші қатар. 4-ші қатарда біз барлық көздерді сурет бойынша тоқитын боламыз. Оңды оң, солды сол қылып. Мінекей өрнегіміздің 4-ші қатарда аяқталды. Мінекей. Ал әрі қарай кеттік. Енді өрнегіміздің 5-ші қатары. 2 теріс, 2 оң. Енді мына оң көздің оң жағындағы теріс көзден төмен қарай 1, 2, 3, 4. Мінекей
осы мінекей мынау 4-ші көзден біз қазір ұзын жіпті тартып алатын боламыз. Мінекей шамалы ұзын қылып тартып алайық. Мінекей әрі қарай жалғастырамыз. 2 теріс, 2 оң. Мінекей мына оң көздің мына оң жағынан мінекей мына теріс көзден қазір 1, 2, 3, 4. Мінекей осы 4-ші көзден, 4-ші қатардан біз мына ұзын жіпті тартып аламыз. Мінекей шамалы сосын осылайынан тартып қояйық. Мінекей соңғысы 2 теріс. Осымен өрнегіміздің 5-ші қатары аяқталды. 6-ші қатар 2 оң. Мынау ұзын көзді біз қазір тоқымай оң білтегешке ауыстырып жібереміз. 2 теріс, 2 оң. Мынау ұзын жіпті қазір біз тоқымай оң білтегешке ауыстырып жібереміз. 2 теріс, 2 оң. Осымен өрнегіміздің 6-ші қатары аяқталды. Енді 7-ші қатар 2 теріс, 1 оң. Мынау ұзын жіппен мына оң көзді екеуін бірге, мына сол жағынан екеуін бірге оңға тоқып жібереміз. 2 теріс, тағы бір қайталап жіберейін. 1 оң. Мынау ұзын жіппен мынау оң көзді екеуін бірге оңға тоқып жібереміз. Соңғысы 2 теріс. Осымен өрнегіміздің 7-ші қатары аяқталды. 8-ші қатар. 8-ші қатарда біз сурет бойынша тоқитын боламыз. Оңды оң, солды сол қылып. Мінекей өрнегіміздің 8-ші қатарда аяқталды. Мінекей өрнек әдемі болып шығып келе жатыр. Мінекей енді тура осылай тоқитын боласыздар. Бастапқы кезде әуелі 5 қатар осылайынан. Егер де теріс жағынан жіпті іліп алып сосын барып теріс жағынан бастасаңыздар, онда 5 қатарға осылайынан бастайтын боласыздар. Мінекей содан кейін мынау озырларды тоқи бастайсыздар ғой, 8 қатар қылып. Мінекей тура осылай әрі қарай жалғастыра беретін болсаңыздар, тура осындай әдемі өрнек шығатын болады. Мінекей қараңыздар, қандай керемет тамаша кардиган тоқуға керемет. Мінекей бүгінгі көрсетейін деген өрнегім осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар, бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.